Харам аймағына, мысалы Мекке, Мединені айтамыз біз. Даджал кіре алмайды ол жерге. Даджал кіре алмайды. Сол сияқты Рамазан айында Алла тағаланың құдіретіменен шайтандар кісенделеді. Қарасаңыз. Және де мынау пайғамбарлар күнәһар адамдарға шапағат қылған сияқты ораза бұл ертең ораза ұстаушыларға қияметте шапағат қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: "Ас-сиям уал Құран яшфиани лил абди йаумал қияма" дейді. Құран және ораза қиямет күнінде өзінің егесіне шапағатшы болады дейді. Сонда Құран айтады екен: "Я Аллахым, бұл күні түні мені оқыды. Бұған шапағат қыл" дейді екен да. Ораза боласын болса айтады екен: "Бұл аш жүрді, өзінің шахуатынан тыйылды, тағамнан тыйылды. Бұған өзің шапағат қыл" деп осылай егесіне шапағат сұрайды екен. Құран және ораза.